Сәлем қыздар, грушевый пирог дайындаймыз. Ең алдымен тестісін дайындаймыз. Жұмсақ сары майға қант ұнтағын салып араластырамыз. Миксермен емес, жай ғана венчикпен араластыруға болады. Жылток саламыз, араластырамыз. Разрыхлитель саламыз, араластырамыз. Ұнды салып, жұмсақ әрі керемет эластичный тесто дайындап алатын боламыз. Тестоны дайындап жатқан кезде қатты күшпен илеудің қажеті жоқ. Жай ғана ұн мен майды біріктірсеңіз болады. Пирогтың бетін жабуға шамалы тесто алып қаламыз. Мендегі форманың диаметрі 24 см және осылай бір тегіс етіп жайып аламыз. Грушаны ұсақтап 4 бұрышты етіп турап аламыз. Лимонның цедрасын саламыз. Қант саламыз. Ұсақтап туралған қара мейіз және жарты лимонның согын салып, барлығын араластырасыз. Салмамыз дайын болған соң, жайып алған қамырымызға саламыз. Дәл осы кезде пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пешке салу керек. Мендегі пештің градусы 150 градуста 40-50 минуттай пісті. Аздап алып қалған қамырды жайып, вырубкамен кесіп, пирогтың бетіне қойып шығамыз. Жұмсақ сары май мен ұнды осылай араластырып алып, пирогтың бетіне осы крошканы сеуіп шығамыз. Пісіп шыққан пирогты қант ұнтағымен әсемдеуге болады.